жақсы, қошеметтеп қояйық, құрметті достар. Аралас 3 кубокпен алда тұр. Сонымен екінші сайысқа кезек берейік. Екінші сайыс, құрметті достар, эстафета деп аталады. Әр командадан бір-бірден. Бірақ бұл жігіт қайталанбау керек. Келесі сайыста 3 әзіл. Бірінші болып бізде оқитын Төребек Дармағамбетов. Ауылдағы қыздарды үшін ең мықты комплимент мына қыз қатын болатын қыз екен. 40 жыл бойы шаштараз болып істеген ағамыз тойда алдына бас келген кезде алдымен құлағының үстінен желке жағынан бастап жеп, төбе жағын қалдырып кетеді екен. Үшінші, жол серік, яғни проводник ағамыздың қызы үйленіпті. Тойында төсек орнына постель таратыпты. Жақсы, 3 әзілді оқыдық. Рахмет. Бұл жерде нағыз командалық сайыс деп айтуға болады. Өйткені бұл жерде эстафетада алдағы осы 4 сайыста жігіттер қайталанбау керек. Өйткені қазір оқып жатырған себептер сол. Өйткені алдағы алфавит сайысы, сөз құрау немесе әуенді әзілге команданың енді үздіктері өздерін дайындап отырған шығар. Әзірше Төребек оқыды. Енді келесі Самат Қабдиев. Назар аудар. Кеше бір акула Инстаграмға өзінің түскасын салды. Жақында Нұрлан Абдуллиннің немересінің 1 жас болды. Ойын алаңы ашылды, бірақ ойнайтын бала жоқ. Қайда, неге, не себеп? Жақсы, қазір алқасы ақылдаса отырып, енді осы сайысқа немесе Самат, немесе Төребек, назар аудар, немесе аралас. Қазір алқасы төрағасы Болат Бауыржанұлы. Назар аудар. Назар аудар. Самат Қабдиев. Осымен 3-2 команда теңесті. Келесі сайыс әуенді әзіл. Азамат Аленов. Кредитсіз бұл өмірді кім сүрмек, қол қоярда жүрегім дүрсілдеп, договорды шкафқа мен сап қойдым, жоғарыда жоғалып қалмай тұрсын деп. Төбелесте талпаның астында қалып қойған жігіттің әні. Достары, жүрсің қайда. Жақсы, бұл Азамат Аленов. Келесі Данияр Бекжанов. Сонымен бірінші ән Астана қаласының әкімінің айтқан әні. Бәйтерек салдым келістіріп левиға деп. Ханшатыр салдым тегістеріп левиға деп. Мега салдым жиыстырып левиға деп. Айтшы қалқам не істедім правиға деп. Гамажға арналатын ән. Мейлі соға берсін дауылда, мейлі жауа берсін жауында. Мен сонда да бақытты күн кешемін, себебі сен боласың жаныңда. Бәркелді, ассаламағалейкум. Сомен келесі Нұр Отанның жас отанға айтқан әні. Жүр дегенде жүр, бар дегенде бар. Біреу бірдеңе білдірсе, Ақжол партиясы дей сал. Жақсы, бұл жерде Азамат және Данияр. Данияр аралас, қазір алқасы. Аралас. Аралас. Данияр Бекжанов. Келесі ортаға Ғалым Махамбетов, Арал қаласынан аралас, және Ғазиз Ерболат, назар аудар Орал. Құрметті көрермендер, бұл сайыс бізде енді әзіл әлем сахнасында бір рет ойнатылған болатын. Біз енді қазір осы көңіл тапқырлар алаңының сахнасында да ойнатқан жөн көріп отырмыз. Сіздер енді әрбір сөздер айтсаңыздар, сол берілген сөздерге бұлар әзілмен 2-3 минуттық әңгіме құрау керек. Әрине әзілмен. Бұл жерде енді монолог сайысы десек болады, нағыз капитандардың сайысы. Сонымен бастайық. Қандай сөздер? Экспо, Гамаж, Аяз, Ене, аэропорт, вертолет, Олимпиада, Ақтөбе, Аян, Қорғалжын, Ұлтарақ. Жақсы. Газированный сок. Дайын болса әкет беріңіздер, бұл бізде бірінші бастайтын Ғазиз, е? Дайынсың ғой?
Мен анау не бересіз ба бірдеңе тұр қалай болу керек екен? Өзің білесің, қандай әңгіме құрастырасың, немен бастайсың. Экспо, кеттік. Өткен ала балдар экспоға билет алып береміз деген басық қой. Сарайын көріп қайтайық, экспоны көріп қайтайық деп келсек, ойбой бәрі жарқырап тұр, білмей ештеңе түсінбейсің, кілең ағылшындықтар амандасаң, өзіміздің ауылдың малайымдар толып жүр. Олар не алып жүр? Экспода шетелдер кетті ғой маған. Мен шетелдіктер сосын күн жанып тұрған маған айтты, гамаш киіп ал дейді. Мен айтамын, қойсыңдар ма? Астанада күн жанып тұрған жоқ қой. Жаздың күні гамаш кимейсің ғой енді. Анау шетелден келгендер ойлап қалар деп қарасам бір негр жүр. Мен айтамын, гамаш киіп алған ба десем, ол сен сөйтіп оказывается өзің түстер сондай болады екен. Мен айтып қоямын мен айтып жатырмын мына гамаш киіп жүрген ба десем өзім түстері сондай болады ya ештеңе етпес деп мен аяз енді аяз сияқты жүрген екеуміз гамаш киіп алғанбыз екен ана ішінде анаған қарап қоямын анау терлемейді мен терлеп өліп бара жатырмын қарасам бұтында гамаш сыртта аяз деп қоямын сыртқа шықсам күн жанып тұр кәдімгі аса дейін жарты аэропортқа барайын дедім болмаса қайтайын дедім ұнаған жоқ мына эксполар деп кеттім балаға айттым бала мен аэропортқа барсақ билет алып бер мен қайтамын дедім содан жаңағы балам вертолет айтты папа вертолетпен барасың ба дейді бір кезде мен айтамын қосым аэропортта вертолет жүре ма несіңдер деп жақсы давай енді вертолет болса вертолет бәрін жаңағы жетіге заказ беріп қой дедім алдына отырамын дедім сразу айттым балаға айттым мен артына отырамын вертолеттің ше алдына отырамын жол көтере алмаймын бала мен алдына отырамын дедім жақсы олимпиада мен айтады аға биыл қысқы олимпиада болады аға қалмайсыз ба дейді қой рахмет дедім жаңағы миды тақтай қалмайшы мен кетейін дедім гамаш киіп алып астана үшін ұят емес пе дедім вертолеттің қызыр кетемін олимпиада дедім шырағым қорғалжын қорғалжын көріп қайтайық аға дейді айтады қорғалжын табиғаты керемет дейді жақсы деді кеттік онда қорғалжынға барсақ білмеймін қорғалжында да экспоның адамдары жүрмейді түсінбейтін адамдар бүдірланып жан жағыма қарап ақтөбе мен айтамын одан ақтөбеге барсаңдар мен не істеймін қорғалжыннан лучше ақтөбеге барып сол жаққа барып демалайын деп едім жоқ аға қорғалжынның қаласы ақтөбеден не істейсіз деді ұлтарақ мен айтамын хотя ұлтарағымды ауыстырып беріңдер дедім онда мен жүріп аяғым тоз енді қорғалжынға дейін жаяу келдім кәдімгі қарасам ұлтарағым жыртылып қалған екен мен айттым ұлтарақ салып беріңдер дедім газированный вода мен бір жерден газировка су ішіп алайықшы аузым күйіп кетті дедім шырағым баламен сөйлеп жүрмін бір жерден газировка су ішіп алайық деп едім аға мына жақта қымбат жүріңіз ақтөбеден ішейік дейді сонда ақтөбеге барсақ екеуміз вертолетке мініп әлі сосын мен айтамын экспоны қарау керек до конца деймін мен жоқ аға кеттік ақтөбеге барайық дейді ақтөбеге барсақ енді ана жақта газировка соктар шамалы екен ақтөбеден ше так бірден айтайыншы енді бітті біткені қалай сол жерде оянып кеттім в общем енді түсінбеген рахмет ғазиз бұл жерден де әңгімесінде енді жүйе болды ма оны өздеріңіз қарай жатарсыздар қазір алқасы басы аяғы ортасы деген сияқты жақсы келесі ғалым махамбетовке кран магнитофон валюта таксист телефон орал ноғай сок ой біреу сок ішкісі келіп отырмын қайта қаймақ қарныңыз аша жатыр ау деймін теңге ене сіз бағадан бері енені жақсы ене болды жеткілікті шығар деп ойлаймын ене де бар барлығы әртүрлі ғалым дайынсың ба дайынбыз ғой кеттік краннан су ішіп алдым да базарда ұтпаймын ба күндегі тіршілік жан жағыма қарап қоямын өткен кеткендер айтамын келсе брат деймін нормальный товарлар бар деймін келе қойса брат деймін саған мына біздің керек нәрсе мынаның бәрі сіздер үшін ғой деймін магнитофонды алсай деймін да брат мына магнитофон деген кәдімгідей сіздің үйдің жоғарыда тұратын магнитофон ғой деймін да брат мынаның деген пищалкасы қалай шығатынын білесің ба валюта деген кезде қалтасынан валютасын шығарды да бүйтіп қой магнитофон қазір ешкім тыңдамайтын шығар деп қойды маған сосын айттым біздің павлодарда дедім да брат біздің павлодарда әлі тыңдайды дедім таксисттер еще маған айтады ғой қайда павлодар сен шымкенттікісің ба дейді маған сосын мен айттым қайда шымкент мен таза павлодардікімін ғой деп маған айтқан екен ғой соны қайтадан ойнап телефонымда болдым мен короче айттым мен брат дедім давай мен саған мынандай магнитофондар керек болса мен қазір саған қытайдан арзанырақ қылып тарттырып беремін дедім келсе брат алсай дедім ойланып қалды анау маған қарап тұр че то сенің сомнениең бар сен қытайдан алдыратын болсаң тем более мына әңгімең болса сен маған приходить болсың ғой деді мен айттым ноғаймын ғой мен дедім таза ноғаймын ғой брат қайдағы пиқайт еткен ештеңені мен деген пиқайт етпеймін ғой дедім брат комбайн дейді базарда ненің комбайны қайдағы комбайн ондай комбайн біз ноғайда жоқ қой дедім қуасыңдар ма дедім теңгесіне келісеміз дедік бірақ теңгесін берсе комбайн самбайн любойын тарттырамыз ғой дедім да любойын ғой брат енем алдында бір комбайн сұрап менен комбайн не істейсің десем білмеймін
деді. Рахмет. Ол сізге де. Жақсы, қазір алқасы. Енді көрерменнің берген сөздерімен аяқ асты сөз құрады. Кімнің әңгімесінің жүйесі болды, кім басым болды, немесе екеуі бірдей болса, екі кіші көбік берулеріңіз болады. Өйткені білесіздер, артық кіші көбіктардың бар екен. Болат Бауыржанұлы. Назар аудар. Назар аудар. Бұл сайысқа қатысып. Жақсы, келесі бізде енді алфавит. Бұл енді көңіл тапқырлар алаңының тұрақты көрермендеріне белгілі. Өйткені міне алфавитке шығып отырған Ақылбек Искендіров аралас және Ақболат Өтебай назар аудар. Қазір енді экранға алфавиттер шығып отырады. Бана берілген сөздерге бір өзі әңгіме құраса, енді экранда шыққан алфавит, цифра бар, небір фотолар бар, суреттер бар. Сол бойынша әңгімені екеуінің арасында диалог ретінде әңгіме құрастыруларыңыз керек. Енді әңгіменің бас аяғы болу керек. Кім басым түсті, соған енді ұпай саны. Сөз тапқанға қолқа жоқ дейді, сөз таппағанға көбік жоқ. Күйеу мен әйел, сен командалар дайындала берсеңіздер болады келесі сайысқа. Сіздер жақсы. До конца тұратын жігіттер ма? Жалғыз қалыпсың ғой. Жақсы, Ақылбек жаңа жылдан бері әлі үйге енді келіп жатыр. 28 желтоқсан күні үйден шығып кеттің, қазір елка алып келем деп. Ал Ақболат болса үйде бала шағасымен елканы күтіп, әлі жаңа жылды тойламай күтіп отыр. 8 наурыз жақындап қалды. Кім бастайды? Бастайтын Ақылбек. Бастайтын Ақылбек. Кеттік. Ажы. Алқаш. Бақырма, естіп тұрмын бәрін. Ваня, не болды саған? Екем, Елена. Елена, не болды саған? Жан, мен осы шығып кеткеннен енді кетіп тұрмын. Ғалиямен ағыл деп жүрсің сен, не істеп жүрсің Ғалиямен? Минус 40 градуста Ғалиямен жүрдітсің ба сен мені? Мен сонда Ғалияның қасында жүрдітсің ба? Сабаңа түс. Сабаңа түс. Жарайды. Жарайды деймін. Зуылдап қайда жүрсің? Келмейсің ба үйге? Зарплат қайда, ақшаң қайда, үйге әкелмейсің ба? Бірдеңе әкелмейсің ба бізге? Бір кеше көшеден бір негр бала көріп қалғанда аға ақша жіберші деп жүреді. Сол зарплат бере салдым, болды. Кетіп қалды маған. Сен қуасың ба? Үй жоқ, ал беріп жібердің, не болды ал? Ассалаумағалейкум маған. Костюмің қайда үстіндегі? Онда негр балаға беріп қойдың ба? Машинаның ішін тұрып едім. Машина қақта. Тәкеңде? Өзің ішіп отырып беріп қойған соң подарок етіп. Өнерімді сыйлайын деп, мә деп. Ой, ладаға қарамайды шығар енді ол кісі. Лада седан дегенге қарамайды шығар ол кісі енді. Қой, қарайды ғой. 2018 жылғы дейсің ба соны? Бая 76 жылғы лада емес па сол? Натуре қуады екенсің ғой сен. Лақтың ғой далаға. 2 күн болып жоқсың үйден, не істеп жүрсің вообще? Паспорт портменде тұрған жоқ па? Портменде тұрған. Жақында 8 наурыз келіп жатыр. Бір подарок берейін демейсің. Ана жұрттың қатындарға шыттай. Шуба киіп алған. Жүрсің қаңғып. Бір маған бір подарок алып берейін демейсің. Жұрттың қатындар тек жылтыр аппақ тістері керемет жүреді. Біздер үйде отырамыз. Енді банкке барып алып берем ғой, әбді деймін саған шуба алып бермеймін ба? Алдында айтқан жоқпын ба, банкке барып алып берем, сен өзің қасыма еріп жүр деген кезде өзің банкның ішіне кіріп кеткен жоқсың ба? Өтірікте. Бұл өмір ай дешеш. Өшіпсің ғой әбден. Менде қазақша не жоқ, омырай. Ой, бұл. Мен Трамп ақам ғой ма, танып отырмын. Көзім жетті. Американский ата. Өте жақсы кісі. Алдында кімнің жиен ақамның туған күнде болды, керім сондай общительный. Трамп қой. Трамп. Ру кім осының? Трамптың? Болат Мажағұловпен туысқан дейді ғой.
бір рудан деп жатыр еді алдында бір естігемін де сондай деген жаңалықтардан, бірақ конкретно білмеймін өзім. Неде Америкаларда 500 дейді ғой, бізде 300 болса олар 500 дейді ғой, прикинь. Не ол? Сен бір Айгүл Мокияфай шынымен 500 Америкада. Сіздер білесіздер ғой Америкаға барып жүрген. Олама болды, ялчишке, кірішке ят болады қазір деген кісілерден. Қарап отқан жоқ па жұрттың бәрі? Шәкірем. Осы суретін сен неңнен портмонеңнен тауып алдың ғой, нағыл деп жүрсің. Нағыл деп жүрсен қалтаңда. Еще документтердің арасында тық қойған апарып. Далаға лақтырып жібердім ғой мен оны. Тауып алады деп. Ал ілгіштің үстінде тұр ғой, көрдім портмонеңнің неде, киім, костюм қалтасында ілгіштің үстінде тұр, ал тауып алдым ал. Оны деген кім Юля көріп қойды артынан. Юлясы несі? Қайнаға, сән бер қайнаға. Қайнағасы сенің департаментің досым жадың суретін тауып алған жоқ болса? Сол кезде сен не алдық болғанын білесің ба? Салам. Неге салам? Ішпейді, шекпейді, арасында ақшасына келіп тұрады, не істеді? Неге салмасқа? Рахмет! Жігіттер енді бұл алфавит сайысын ойнамағанына 1 жыл болды. Көрейік енді қайсысы басым түсті жалпы? Екеуі бірдей десеңіздер, екеуіне бөліп берсеңіздер болады. Жоқ, біреу басым түсті десеңіздер, біреуіне енді өздеріңіз қарайсыздар. Бұл енді алфавит сайысы, екінші сайыстың соңғы сайысы. Сонымен, Болат Бауыржанұлы. Осы сайыстан кейін екеуіне де береміз. Екеу.